Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Ақнұр. Бүгін сіздермен өте оңай болатын сырникидің рецептімен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де менде мына жерде ыдысымда творог, қолдың творогы, және де жұмыртқа, манник, сосын және қант, аздап ұн керек болады. Мен бүкіл написаниеге жазып кетемін. Ең әуелі бізде творогымыздың үстіне бүкіл салатын заттарымызды салып, вилкамен араластырып аламыз. Магазиннің творогтарда болады бұл жерде. Енді осы жақсылап вилкамен араластырып болғаннан кейін қызып тұрған майымызда екі жағын бірдей етіп қуырып аламыз. Міне қызармен араластырып алдым. Осындай күшті масса шығу керек. Міне мына жерде менде ұнның үстіне екі жағын бірдей етіп ұнға былғап аламыз. Міне енді қызып тұрған майымызға екі жағын бірдей етіп қызарғанша пісіріп ала береміз. Өте оңай қыздар. Міне қыздар, біздердің творогымыз дайын болды. Сіздер де пісіріп көріңіздер. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.